Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымызда өнер ортақ білім аясында зат есім тақырыбымен танысатын боламыз. Және де бүгінгі сабақта сұрақтарға жауап бере отырып, мәтін жанрын анықтауды және де берілген сөйлемдер ішінен зат есімді тауып, оларды жалпы және жалқы есім түрлеріне ажыратуды үйренетін боласыздар. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын жақсы көңіл күйде отыру үшін әсен әуенмен бірге мына бір өлең шумағын қайталайық. Қайырлы күн, күнім далам, орманым, қайырлы күн, гүлім, құсым, көлдерім. Қайырлы күн, өсімдіктер, жәндіктер, қайырлы күн, барша тіршілік иесі. Балалар, өнер туралы не білеміз? Өнер дегенде сіздерде қандай түсінік қалыптасады? Ән, әнші, би, биші, мүсін, мүсінші, сурет, суретші, күйші. Олай болса, балалар, осы сөздер қандай сұрақтарға жауап береді? Дұрыс айтасыздар, балалар. Кім, не деген сұрақтарға жауап береді? Бізде қазақ тілінде кім, кімдер, не, нелер сұрақтарына жауап беретін қандай сөз табы бар? Жарайсыңдар, балалар. Дұрыс айтасыздар. Бұл сөз табы зат есім деп аталады. Кәне, бұрынғы сыныптарда өткендерімізді есімізге түсірейік. Зат есім заттың, құбылыстың, іс-қимылдың атын білдіреді. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Зат есімдер жалпы есім және жалқы есім болып бөлінеді. Жалқы есім кісі аты жөні, жер су аттары, жан-жануарларға қойылатын атаулар жалқы есімдер деп аталады. Жалқы есімдер бас әріптен бастап жазылады. Жалқы есімдерден басқа зат есімдерді жалпы есімдер деп атайды. Жалпы есімдер кіші әріппен жазылады. Жақсы, балалар, олай болса, бүгінгі күннің жадын жазып, дәптерімізге бүгінгі сабақтың тақырыбын жазамыз. Оқулығымыздың 8-ші бетіндегі суретші ата деген мәтінді оқиық. Шалкөденің гүлінай, елге таққан сыйындай, ақындардың алыбы, мынау біржан сүйінбай. Мына сурет жасымнан көзіме оттай басылған, аман келді атамыз, алмас қылыс асынған. Күткен диқан ақ самай, мынау әсем бақшанай, көз тартады кең жайлау, ала улайды қапшағай. Мынау тауда қашаған батыр кенші жас адам, өнері ата Әбілхан мұның бәрін жасаған. Жақсы, балалар, бұл оқыған мәтініміз әңгіме ме, әлде өлең бе? Дұрыс айтасыздар, балалар, бұл өлең. Бұл өлеңде кімдер туралы айтылды? Жақсы, балалар, дұрыс айтасыздар. Бұл өлеңде ақындардың алыбы Біржан мен Сүйінбай атамыз туралы, Батыр атамыз Иманов туралы және Қазақстанның ең көрікті жері Қапшағай туралы айтылды. Ал осы суреттердің барлығын салған кім болды, балалар? Әрине, бұл суреттерді салған Әбілхан Қастеев атамыз екен. Балалар, осы суретші ата мәтіннен зат есімдерді тауып, оның қайсысы жалпы есім, қайсысы жалқы есім екен ажыратайық. Жарайсыңдар, балалар. Бұл мәтіндегі зат есімдер Шалкөде, ақындар, Біржан, Сүйінбай, сурет, қылыш, жайлау, Қапшағай, батыр, ата, адам және Әбілхан. Енді осы зат есімдерді жалпы есім және жалқы есім түрлеріне
ажыратайық. Жарайсыңдар балалар. Жалпы есімдерге ақындар, сурет, қылыш, жайлау, батыр, ата, адам деген сөздер жатады. Жалқы есімдерге шалкөде, біржан, сүйінбай, қапшағай және әбілхан деген сөздер жатады екен. Тапсырмамызға назар аударайық. Берілген сөздердің ішінен зат есімдерді тауып, жалпы есім және жалқы есім екенін ажыратып, мына Вен диаграммасына орналастырайық. Жарайсыңдар балалар, дұрыс таптыңыздар. Жалпы есімдерге әнші, күйші, сурет, мүсінші, мұражай сөздері жатады. Ал жалқы есімге Бибігүл Төлегенова, Дина, Әбілхан Қастеев сөздері жатады екен. Ал олардың ұқсастығы барлығы да зат есімдер балалар. Оларға қандай сұрақтар қоямыз балалар? Әрине дұрыс айтасыздар. Кім, не сұрақтары қойылады. Егер де олар көпше түрде тұратын болса, кімдер, нелер деген сұрақтар қойылады екен. Олай болса, балалар, оқулығымыздың 8-ші бетіндегі 10-шы жаттығуға назар аударайық. Мүсін әр түрлі тәсілмен жасалады. Мүсіннің бедерін шығаруда жұмсақ сазбалшық пайдаланылады. Қатты затты кертіп те бедер жасауға болады. Осы мәтінді дәптерімізді көлбеу қойып, қаламымызды дұрыс ұстап, өте көркем етіп, дәптерімізге көшіріп жазамыз. Одан кейін осы мәтіннің ішінен зат есімдерді тауып белгілейміз. Және осы мәтіннің ішінде біздерге түсініксіз сөздер кездеседі. Ол сөздер кертіп. Ол бунақтап кесу деген мағынаны білдіреді. Және бедер сөзі. Бедер ол белгілі бір нәрсенің бетіне салынған із, таңба. Осы сөздіктерді есімізге сақтап аламыз. Бүгінгі сабағымыз бойынша кері байланысты баспалдақ әдісі арқылы анықтайық. Егер де сабақ түсінікті болды, берілген тапсырмаларды жоғары деңгейінде орындадым десеңіздер, смайликті жоғары сатыға орналастырыңыздар. Егер де сабақты дұрыс түсіне алмадым, тапсырма орындау барысында қиналдым десеңіздер, сатының ортаңғы бөлігіне орналастырыңыздар. Егер де сабақты мүлде түсіне алмадым десеңіздер, төменгі сатыға орналастырыңыздар. Жазып алайық. Үйге тапсырмаға қазақ елінің қандай әнші күйшілерін, суретшілерін, бишілерін білесіздер. Осылар туралы мәлімет жинақтап, мына кестеге орналастырып келу. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.